Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бес бармақтың қамырын дайындайтын боламыз. Ұнымызды табаққа салып, ортасын ойық қылып, жұмыртқаны салып, сорпамызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Менің сорпамның тұзы өткірлеу болғандықтан тұз салған жоқпын, ал сіздер тұз салуды ұмытпаңыздар. Бес бармақтың қамыры жақсы жайылу үшін, езіліп кетпес үшін қамырды қатты қылып илеген дұрыс. Сондықтан қамырымызды қатты қылып илейтін боламыз. Осы бір келкі қылып жинап алған соң, осы қамырымызды үстелдің үстіне қойып, қалған қамырды жақсылап илеймін. Енді осы екеуін жақсылап басып біріктіретін боламыз. Енді табағымыздан алып, қамырымызды үстелдің үстіне қойып, 2-3 минуттай жақсылап илейтін боламыз. Қамырды салафанға салып, 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін жақсылап тұрып басып, менде қамыр үлкен болғандықтан 2-ге бөлетін боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша көріңіздер. 2-ге бөліп, жақсылап үстінен басып, домалақ формаға келтіремін. Екіншісінде дәл солай жасаймын. Салафанға салып 10-15 минутқа қойып қоямын. Дастарханымызға ұн сеуіп, жақсылап демалған қамырымызды алып, үстінен басып, ұнның көмегімен жақсылап үстінен басатын боламыз. Енді оқтаумен қамырымызды жаямыз. Ортасына ұн себуді ұмытпаңыздар, жабысып қалуы мүмкін. Қамырымыздың ортасына ұн сеуіп, конверт сияқты жауып, жан-жағынан жақсылап жаятын боламыз. Сонда қамырымыз қалың болмай, өте жұқа, әдемі болып шығады. Міне мен 2 шетінен жайып алдым. Қамырымызды ашып, тағы да оқтаумен 1-2 рет жаямыз. Екінші қамырларыңызды да тура осылай жайып алыңыздар. Міне менің қамырым дайын болды. Өте жұп-жұқа, езілмей жақсы пісетін болады. Енді пышақпен кесіп аламыз. Мен 4 бұрышты етіп кесемін. Қайнап тұрған сорпамыздың үстіне қамырымызды бір-біртіндеп салып пісіретін боламыз. Араластыруды ұмытпаңыздар, жабысып қалуы мүмкін. Бетін жауып 2-3 минут пісіреміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Дайын болған қамырымызды сүзгішпен сүзіп аламыз. Табағымызға салып, тұздығын құйып, етін турап, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жібек. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.